Шапқылап жүрген тыңдармандарымызға, ертеңгі жұмыс күніне дайындалып жүрген тыңдармандарымызға және демалыс қой деп ұйқыларынан енді тұрып жатқан тыңдармандарымыздың барлығына қайырлы күн тілейміз. Жылдың үздік радиосы Жұлдыз FM толқынында арнайы сұхбат. Дәл қазір менің қасымда 4 қонағым тұр. Оларды таныстырмас бұрын алдымен қысқаша ақпарат бере кетейін. Тұрақты тыңдармандарымыздың бәрі біледі. Самұрық Қазына Траст әлеуметтік жобаларды дамыту қоры бастап, Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы қостап, еліміздің тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай керемет бір игі жобаны жүзеге асырып жатыр. Туған елге саяхат атты балалар туристік пойызы еліміздің ең керемет әдемі қалаларын аралап шықты және аралап та жүр. Сол пойызбен бірге 120 баланың ішінде саяхатқа аттанған 3 бала дәл қазір студиямызда және сол балаларға бас көз болып жүрген топ жетекшісі де студиямызда. Таныстыра кетейік. Топ жетекшісі және Астана қаласындағы мектептердің бірінде тарих пәнінің мұғалімі болып жұмыс істейді екен. Абдрахманова Әсел Дәулетқызы студиямызға қош келдіңіз, Әсел ханым. Рахмет. Және балалар таныстырайық. Кәмшат Ақмұратова. Кәмшат Салим. Қаршыға Қамаранова. Және Айдана Нышан. Сәлеметсіздер. Баршаңызға сәлем. Бұл 3 бала алдағы уақытта қай жақтан келгенін, қай қаладан екенін айта өтеді. Ең бірінші сұрақты біз Әсел ханымға қойсақ, туған елге саяхат балалар туристік пойызы менің елім жобасы аясында жүзеге асырылды. Осы жоба туралы толығырақ айта өтсеңіз, балалар туристік пойызы қалай қолға алынды, оның мақсаты, ерекшелігі туралы толық ақпарат бере кетсеңіз алдымен. Жақсы, рахмет. Бұл әрине кез келген оқушы өзінің 90-дық демалыс уақытын зор үмітпен күтеді. Демалыс күндері мен не істеймін, қандай әсер аламын деп. Сондықтан осындай әсерлі де, саяхатты да демалыс күндерін ұйымдастыру мақсатында Самұрық Қазына Траст әлеуметтік жобалар дамыту қоры және Қазақстан темір жолы акционерлік қоғамының қолдауымен ұйымдастырылған туған елге саяхат атты осы әлеуметтік жоба ұйымдастырылды. Бұл жобаның ерекшелігі, әрине ең бастысы, бұл жоба әлеуметтік жоба. Көбінесе бұл жобаға қатысушылар, қамтылған оқушылар, бұл аз қамтамасыз етілген отбасылар, көп балалы отбасылар, таяу аудандарда мекен ететін оқушылар. Екіншіден ерекшелігі, бұл жоба алғаш рет Қазақстан жерінде ұйымдастырылып жатқан жоба. Себебі балалардың бойында тарихқа, өзінің мәдениетіне, еліне, отанына деген сүйіспеншілігін, құрметін қалыптастыру және нығайту мақсатында ұйымдастырылған жоба деп есептейміз. Әрине бұл жобаның басты мақсаты, жаңа ерекшелігін атап өткендей, бұл балалардың 12 және 15 жас аралығындағы балалардың бойында отансүйгіштік, тарихқа құрмет, салт дәстүрмен, әдет ғұрыппен танысу, нығайту білімдеріне бағытталған болатын. Сол мақсат бағытында жұмыс жасадық. Бұл саяхат 9 күнге созылды. Негізі 28-29 қазан аралығында біз балаларды жинастырдық. Астанада жиналды балалар. Астанада жиналды. Қазақстанның түкпір-түкпіріне жиналған 120 бала, яғни облыс аудандарынан келген балалар. 30-нан бастап біз Астана қаласын араладық 2 күндей. Одан кейін жалпы бұл саяхаттың бағыты бұл Астана, Байқоңыр, Түркістан, Алматы және Астана қаласына аяқталады бізде. Балалар бүгін Алматыға келдік. Яғни артымызда бізде Астана, Байқоңыр, Түркістан қаласы қалды. Бүгін кеше келіп Алматыға келдік. Кеше бүгін Алматыны аралап шықтық. Балаларға қатты ұнап жатыр. Жалпы жобада қатысатын 120 оқушы. Оның 30 оқушысы бұл Жұлдыз FM радиосында Тенгриньюс сайтында жарияланған байқау, шығармалар байқауы. Шығарманың тақырыбы Қазақстан менің отаным деген. Бұл яғни басты шарт жобаға қатысудың ең үздік шығармалардың 30 авторлары іріктелді. Жалпы 130-дан астам баланың шығармасы жіберілді. Одан кейін оның ішінен ең үздік деген 30 іріктелді. Шығарманы, яғни іріктеу барысында басты көңіл бөлінген жағдайлар, бұл әрине шығарманы жазудағы өзінің идеясы болуға қажет. Яғни кейбір балалар өйткені ғаламтордан көшіріп алған шығармалар, әрине олар ескерілді, алынбады. Басты мақсаты бұл шығармада өз ойын, өзінің ой елегін, қорытындысын келтіре білген балаларды іріктеп алдық. Қалған 90 бала бұл әрине Самұрық Қазына акционерлік қоғам компанияларының өндірушілер,
мамандардың балалары, Қарапайым жұмысшылардың, қатардағы жұмысшылардың балалары, алыс аймақта тұратын балалар. Енді балалардан алдағы уақытта сұраймыз. Шығарма жалпы айтып өтетін жайт ең басты. Қазір студиямызда отырған 3 балада, 3 қызда туған елге саяхат атты шығарма жазып, менің елім Қазақстан атты шығарма жазып, үздік шыққандар. Ең бірінші Қаршығадан сұрайық. Шығарма жаздың, жеңімпаз атандың. Жалпы қанша уақыт кетті шығармаңды жазуға? Және қалай бастадың жалпы? Керемет. Мен Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданы Қарабұлақ ауылынан келіп отырмын. Мен Қарабұлақ орта мектебінде 9-шы сынып оқимын. Маған ең бірінші бұл жобаны айтуға ұсыныс жасаған менің туған әпкем Назерке. Яғни сіздердің Жұлдыз FM радиодан өзі естіп, тыңдап, маған сол сәтте хабарласып, мен осы сайысқа қатысу үшін маған ұсыныс жасады. Мен ата-анаммен, мұғалімдермен келісіп отырып, мен осы жобаға қатыстым. Алдыма үлкен сенім мақсат қойдым. Және де маған хабарласып, осы жобадан, осы сайыста 30 баланың арасына ілігіп кеткенімді айтқан кезде, мен өте қатты қуандым. Иә. Жақсы, дәл қазір біз Алашұлы тобының Даламай атты керемет әнін тыңдауымыз керек. Одан кейін әдемі сұхбатымызды жалғастырамыз. Арнайы сұхбатымызды жалғастырайық. Дәл қазір менің атым Манар Мыңбаева. Дәл қазір біздің студиямызда туған елге саяхат балалар туристік пойызымен жолға шығып, еліміздің әдемі қалаларын аралап жүрген 3 бала, өскелең ұрпағымыз және топ жетекшісі Әсел Абдрахманова ханым. Қош келдіңіз тағы да. Және балалардың аттарын атап өтсек, Кәмшат, Қаршыға, Айдана. Бұған дейін Шығыс Қазақстан облысынан келген Қаршығадан сұрадық шығарма туралы. Енді Ақтау қаласынан келген Кәмшат пен Жамбыл облысынан келген Айданадан сұрасақ. Айдана, шығарма туралы қайдан естідің? Қалай жазып бастадың? Қанша уақыт кетті? Мен Нұршан Айдана Тілеужанқызы, Жамбыл облысы Меркі ауданы Тәтті деген ауылдан келдім. 10-шы сынып оқушысымын. Мен жалпы бұл шығарма жөнінде Сымбат деген әпкем сіздердің осы Жұлдыз FM радиосының ВКонтакте желісіндегі парақшасынан жариялағандарыңызды көріпті. Соны маған жіберді. Мен өзімді шығарма жаза алатыныма сенімді болдым. Сенімді болғандықтан 3-4 сағаттың ішінде шығармамды жазып, 3-4 сағаттың ішінде шығармамды жазып, ұйымдастырушыларға жібердім. Өткенімді естіген кезде менде қуанышымда шек болмады. Ұйымдастырушы ағамен сөйлесіп тұрып, айғайлап қуанып жібердім. Сол жерде осындай керемет жобаға өткеніне мен өте бақытты болдым. Бақытты екенімді сезіндім. Қазақстанда туғаныма, Қазақстанда тұратыныма сол кезде қатты қуанған едім. Кәмшаттан сұрасақ. Мен Ақпаратова Кәмшат Мақсатқызы, Ақтау қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 8-ші Б сынып оқушысы. Ал егер жоба туралы айта келсек, бұл жоба туралы менің әкем Тенгриньюз сайтынан туған елге саяхат атты жобасы жайында маған айтып берді. Мен ол жобаны әрине де менің Қазақстан менің отаным эссені бір күнде жазып почтаға жібердім. Мен шынымды айтсам өзіме қатты сенімді болған жоқпын. Менің отбасым, әкем маған өте қатты үміт арттырды, бірақ мен керісінше оған қатты үміттенген жоқпын. Мыңдаған жүздеген бала бұл жобаға қатысады, және солардың ішінде тек қана 30-дік болады. Мен сол 30-ға кіретінді шынымды айтсам қатты үміттенген жоқпын, мән берген жоқпын. Өттім деп хабарласқан кезде. Өттім деген хабарлаған кезде менің қуанышымда шек жоқ болды. Мен өмірде ең бақытты адам болып сезіндім. Айқайладым, қуандым, барлығына айтып шықтым. Және де солай. Жалпы туған елге саяхат пойызы, туристік пойызы балаларға арналған Астана, Байқоңыр, Түркістан, Алматы аралайды. Астанаға қайтып барады. Балалар бүгінге дейін міне 4 қаланы аралап шықты, иә. Сол қалалардың арасында өздеріңізге ерекше ұнаған қала, немесе бір барған кезде ерекше есіңізде қалған мұражай, немесе қызықты дерек бар ма? Айтсаңыздар. Айдана? Әрине, біз осы Қазақстанның ең керемет деген қалаларын аралап жүрміз. Бас қаламыз Астанадан бастап, керемет тарихи өңірлерді, барлық әлем таныған қалаларды аралаудамыз.
маған осы 4 қаланың ішінен ең қатты ұнағаны ол өзіміздің ежелден келе жатқан көне қала Түркістан қаласы. Түркістан қаласын көрген кезде, Түркістан қаласын мен өмірімде бірінші рет көрдім осы жобаның аясында. Түркістан қаласына барған кезде мен тарихпен бетпе-бет келдім десем болады. Біздің ата-бабаларымыз найзаның ұшымен, білектің күшімен қорғаған қазақ даласының ең көне бөлігі, Ұлы Жібек жолы өткен тармақтың бірі осы Түркістан қаласында Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, Арыстан баб кесенесін көрдік. Сонымен қатар Ұлы Жібек жолының тағы 2 тармағы Отырар қаласы мен Сауран қаласын көрдік. Онда қалған ескерткіштердің орындары, тарихи мекемелердің қаланың орны, жалпы қаланың орнын көргенде мен тарихпен бетпе-бет кездестім десем болады. Өте керемет жәдігерлер, құнды жәдігерлер, ең көне қалалар болса да маған сол Түркістан қаласы ең қатты ұнаған қала болды. Мәңгі есінде қалады, Мәңгі есінде қалады, ешқашан ұмытпаймын. Қаршығаға қандай қала ұнады екен? Маған осы жобадағы елордамыз Астанадағы ұлттық мұражай өзіме қатты әсері қалдырды. Несімен? Ұлттық мұражай тек Қазақстанда ғана емес, бүкіл әлемде көлемі бойынша маңызды рөл атқарады. Біз ол ұлттық мұражайдан тарихымыздың құндылығын, мәдениетін біз көре аламыз. Және де біз білмеген олардың тарихын біз одан әрі тереңдетіп білгені үшін мен қатты қуандым, жақсы әсер алдым. Жақсы, қазір бізде қысқаша үзіліс, одан кейін қыздармен сұхбатымызды жалғастырамыз. Жылдың үздік радиосында арнайы сұхбатымыз жалғасуда. Дәл қазір біз туған елге саяхат атты балалар турист пойызы жайында әңгімелеп жатырмыз. Және осы пойызға тікелей қатысы бар адамдар бар біздің студиямызда. Бұған дейін Қаршыға мен Айдана қандай қала ерекше ұнағанын айтып. Енді Кәмшаттан сұрасақ, ақтаулық қыз не дер екен? Жап-жаңа Айдана айтып кеткендей, біз Қазақстанның 4 ең әсем жерлеріне бардық. Солардың ішінде маған ең көп жақсы әсер туғызған бұл Байқоңыр ғарыш алаңы. Өйткені мен астрономия, космонавтика деген пәндермен өте қатты қызығамын. Сондай қалаға бару маған өте қызық болды. Мен көптеген ғарыш алаңы, ғарышкерлік мұражайға барып, көптеген ақпарат мәлімет алдым. Соның ішінде біз білетіндей Байқоңырда 12 сәуірде 1961 жылы ең бірінші ғарышкер Юрий Гагарин осы Байқоңыр жерінен алғаш рет ғарышқа аттанды. Сондықтан да бұл үлкен, былайша айтсақ, іс-әрекет осы Қазақстанды барлық елге танытты деп айтсақ болады. Біздің Байқоңырдағы мұражайымыз интернационалдық, яғни ол музейге тек қана қазақстандықтар емес, басқа елден де көптеген адамдар келеді. Солардың ішінде елбасшылар, ғалымдар және де әрине де ғарышкерлер. Олар сол мұражайға көптеген заттарын тастап, сыйлықтар ұсынды. Маған бұл өте қатты ұнады және мен өзімді жақсы сезіндім. Адамның алғаш рет ғарышқа аттанған жерін көріп, бақытты болдым дейсің ғой. Әрине. Бұл да ерекше мәңгі есінде қалады, иә? Енді Әсел ханымнан сұрасақ, Әсел ханым балалармен бір аптадан астам қастарында жүрсіз. Бауыр басып кеткен шығарсыздар. Жалпы саяхат қалай жүріп жатыр? Жаңа айтып өттіңіз сөзіңізде эфирден тыс топтарға бөліндік, ұрандарымыз бар өзіміздің деп. Енді әрине 19 күндей балалармен бірге саяхаттап, күні-түні бірге болдық. Сонда әрине балалардың өздері де айтады, екінші отбасыдай болып қалдық деп. Жалпы 20 бала бізде 4 топқа бөлінген. Бірінші, екінші, төртінші, бесінші топ деген бар. Үшінші топ бізде жоқ. Өйткені біз вагон бойынша бөліндік. Пойыздағы үшінші вагонды бізде ұйымдастырушылар, біз қалжыңдаймыз да кейде. Ұйымдастырушылар бізде жеке топ деп. Енді әрбір топтың өзінің балалардың шығармашылық түрде қойған атаулары бар. Мысалы, күнмен бірге, Travel People, одан кейін Барыс деген бар бізде топтың атауы. Яғни әрбір топтың өзінің ұраны бар. Әрине бұл жерде балаларды біріктіру, олардың арасындағы бір-біріне достық, сүйіспеншілік, сыйластық сезімін баулу үшін, туғызу үшін жасалынған әрбір топтың арасында әрине бізде 1-2 күндей пойызда жұмыстар өткізілді. Бұл жерде біз 4 бағытта жұмыс атқардық, шығармашылық үйірмелер болды. Бұл мысалы би үйірмесі, ағылшын тілінен би үйірме болды. Одан кейін зияткерлік сайыстар және де шығармашылық сурет салу үйірмесі болды. Нәтижесінде
біз волейбол, футбол, баскетбол, одан кейін шахмат, шашки сайыстарын өткіздік. Және біз бүгін кешке сурет көрмесін өткіземіз пойыздың ішінде, яғни балалардың осы саяхат барысында жасаған шығармашылық жұмыстарын көрме ретінде ұйымдастырамыз. Балалар өздері тамашалайды, көреді, өзінің жұмыстарына баға береді дегендей. Былайша айтқанда, тек қана қалаларды аралаумен шектелмейміз, пойызда да уақытты пайдалы өткіземіз. Иә, әрине. Өйткені әрине демалыс күні болғанына қарамастан балалардың спорттық, шығармашылық, зияткерлік білімдерін шыңдау, тереңдету. Былайша айтқанда кейбір мұғалімдер айтады, мүмкін бұл бала бұл саяхаттан өзінің басқа бір жағынан ашатын шығар, иә. Мүмкін ол өзінің суретші екенін біледі. Мүмкін әлде ол өзінің зияткерлік білімі жоғары екеніне біз оның үмітін артамыз, яғни уәж тудырамыз ба бойында деп. Және енді еліміздің әр түкпірінен, мысалға, шығыстың баласы, батыстың баласымен достасып жатады, оңтүстіктің баласы, солтүстіктің, керемет. Енді достасып жатады дейміз, балалар мүмкін достарына, сыныптастарына, мұғалімдеріне сәлем жолдар. Қашыға. Мен осы сәтті пайдалана отырып, өзімнің Қарабұлақ ауылындағы ата-анама, достарыма, туған туыстарыма, жақындарымның бәріне сәлем жолдаймын. Қарабұлақ ол Шығыс Қазақстан облысы. Шығыс Қазақстан облысы, Үржар ауданы. Айдана кімге сәлем жолдар? Мен Жамбыл облысы Меркадон Ататты ауылының барша тұрғындарына, сонымен қатар ата-анама, туған туысқандарыма, бауырларыма, сыныптастарыма, мұғалімдеріме, достарыма, және де осы туған елге саяхаттағы барлық достарыма, сонымен күнмен бірге тобына жалынды сәлем жолдаймын. Мамаларымыз тыңдап отыр, иә қазір? Иә, тыңдап отыр. Кәмшат кімге сәлем? Мен қазір отбасыма үлкен сәлем айтқым келеді. Сәлем, мама, папа, Сағадат, Аянат, Минош, әже, және тағы басқа. Мен сіздерді қатты сүйемін, сағынып жатырмын, сізге үлкен сәлем айтқым келеді. Және де менің өзімнің 4-ші тобым Travel People, мы чемпионы. Енді туған елге саяхат Қазақстанның тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай және жобаның ұраны тәуелсіз Қазақстан балаларының арманын орындаймыз дедік. Енді 120 баланың арманы орындалды. Қазір студиямызға солардың арасындағы 3 бала мүмкін тәуелсіздік төл мерекемізбен құттықтап, жүрек жарды тілектерін жолдар. Айданадан бастаса. Биыл баршамызға еліміздің тәуелсіздігіне ширек ғасыр толып отыр, яғни 25 жыл. 25 жыл деген біреулер үшін көп уақыт, біреулер үшін аз уақыт. Алайда қандай уақыт болса да біз осы 25 жылдың ішінде жазық жатқан даладан үлкен мына әлем таныған ең үздік 50 елдің қатарына кірген Қазақстан атты мемлекетті жасап шығардық. Бұл ең алдымен елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ерен саясаты, көреген саясатының арқасында іске асып отыр. Көшбасшы қандай болса, көште сондай болады демекші. Қазақстан қазір алға басып отырған мемлекет, экономикада да, білімде де. Құдайға шүкір, еліміз алдыда келе жатыр. Осы орайда кемеңгер еліміз, білімді еліміз, тәуелсіз еліміз, егемен еліміз Қазақстанның барша тұрғындарын, барша адамдарын мен осы тәуелсіздігіміздің 25 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. Найзаның ұшымен, білектің күшімен қалдырған ата-бабаларымыздың киелі аманаты, туған топырағымыз қазіргі таңда қаны Қазақстан деп тулайтын әрбір адамзаттың киелі мекені, қой үстінде бозторғай жұмыртқалаған тыныштық мекені, Асан Қайғының желмаямен іздеген мекені бұл Қазақстан. Қазақстан елінде тұрғанымыз үшін қуануымыз керек. Қазақстан сынды елдің жалпы дүниеде бар екеніне қуануымыз керек. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сөзі бар ғой, бұл дүниеде біздің жалғыз отанымыз бар, ол тәуелсіз Қазақстан. Осы тәуелсіз Қазақстанның тәуелсіздігі мәңгі болғай, мәңгілік ел, Қазақстан мәңгілік ел деген Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің жолдауында айтып кеткен ғой, мәңгілік еліміздің ғұмыры ұзақ болсын. Және еліміздің болашағы біздің қолымызда екен. Бізді әрқайсымыз жадымызда сақтайық. Әрине. Кәмшаттың тілегі қандай болар екен? Мен барлық Айдана айтқан сөздермен келісемін. Осы жылы Қазақстан тәуелсіздігіне 25 жыл болды. Осы 25 жылында Қазақстан өте көп жетістіктерге жетті. Ғылым, техника, медицина барлығы дамып жатыр. Сондықтан да барымыз оған қуаныштымыз. Осы 25 жылда біз білеміз, Қазақстан көпұлтты мемлекет. Бұл Қазақстанда барлық көптеген ұлттар өмір сүретінін білеміз. Өзіміздің де Travel People тобымызда орыстар да, грузиндер бар. Сондықтан да осы бар қазақстандарды осындай мерекемен құттықтаймын. Осы 25 жылда барымыз бір аспанның астында жақсы қарым-қатынастарда болып өмір сүреміз. Егемен
Қазақстан менің отаным, мен оны өте қатты сүйемін, отан үшін отқа түспеймейсің деп, босқа айтылмаған деп батыл айтуға болады. Қаршығаның өлең жолдары бар екен. Мен ең бірінші биылғы тәуелсіздігіміздің 25 жылымен барлықтарыңызды құттықтаймын. Біз осы жылдар ішінде біз көптеген жетістіктерге жеттік. Астанамызда күннен күнге көркейіп келе жатыр. Және де мен осы тілегімнің соңынан өзімнің жүрегімнен шыққан жалынды жырлармен аяқтасам деймін. Жүрегімнен жалынды жырақтарамын, елім жерім сеніменен шаттанамын. Қазақстан кең байтақ ұлы далам, ұлысың сен әрдайым мақтанамын. 25 жыл тәуелсізсің, азатсың, жарқырайсың, жайнайсың, сен ғажапсың. Қазақстан республикам бұл менің, маңдайына бақ боп біткен қазақтың. Керемет, жарайсың Қаршыға. Енді Әсел ханым түйіндеп, сосын сұхбатымызды аяқтасақ. Барша қазақ халқын, Қазақстан халқын, көп ұлтты халықты осы 25 жылдық тәуелсіздігін төл мерекемізбен құттықтағым келеді. Жаңа қыздарымыз айтып кеткендей, әрине бұл тәуелсіздік, егемендік бізге оңайлықпен берілген жоқ. Барлығымыз тарихтан білеміз. Бұл ұзақ уақытқа созылған күрес, Кенесары, Махамбет, Исатай сияқты батырларымыздың өз өмірін қиған күрестің нәтижесі 86 жылы желтоқсан оқиғасының батырларының құрбандық шалуы болды. Сондықтан осындай тәуелсіздігіміздің, егемендігіміздің қолға, яғни түсірген басты жетістік ретінде бағалай білейік. Және де осындай Қазақстанның болашағы жастар демек, жастарымыз көбейсін. Және де барлық Қазақстан халқына денсаулық, бірлік, амандық тілеймін. Жақсы, рахмет достар. Дәл қазір біздің студиямызда арнайы сұхбат болды. Туған елге саяхат балалар туристік пойызбен аралап жүрген 3 балапанымыз Кәмшат, Айдана және Қаршыға болды. Және балаларға қамқорлық жасап топ жетекшісі болып жүрген Әсел ханым болды студияға. Келгендеріңізге көп рахмет. Хабарымызды осымен сұхбатымызды аяқтаймыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Балалар ертең Астанаға, одан кейін үйлеріне аман есен оралсын. Сәлем айтыңыздар. Топтағы басқа да балаларға сәлем айтыңыздар. Жұлдыз FM радиосының атынан. Ертең таңғы шоуда кездесеміз. Достар, сау болыңыздар. Сау болыңыз. Жұлдыз FM.